Ырсынған сыртынған, бір сырдан бір болған, жолыңа болсамшы, япырай мен құрбан. Жолыңа болсамшы, япырай мен құрбан. Құрметті халайық, бүгінгі мереке күні қызық думан көп болары естеріңізде. Мына Садырбей отауына келін түсті. Енді соның қуанышын бөлсейік. Şişe, gelin gel atı. Elimden Navruz'un günü setimen avlumuzga sen gelip avlumuzga sen gelip Vandımday kırdağay kızgaldaklar serbenip Türk gelce dörübürsün dep Yelinmin görsettirin dep Alma yüzün nurlanıp kırdın yigav kölümdep Jangırday javurşa suday Kömüller kölde tatlıday Keldim zürtfa kalırsıp Betin gavşelim aşılay Jaman kilir şamdan arakıl Sözge pangarar Jaktı gelin oğulu boya solun angarar Menin sırda aktarmak senin bolsun saktandak Kölün kelav kejaylar kalmayda jırav kappaldak Ayt gözekte köpürmey yazışsızga jekirme Sen nefsiga bir tanga bimazasın kedirmey Gözlerin kesiniz bırak. O bile.
Тегінен тегін. Мынау енді ортамызға ауылымыздың азаматы Кендебай деген ағамыз өз мына Наурызға байланысты ән шығарған екен, соны оқып береді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мен мынау өзімнің жүрегіме жарып шыққан үстірт шумақ өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Қомшабай ағамыздың алдында аңғайсыздау болып тұр енді, сонда да оқиын. Араздасып 70 жыл Наурызыммен, қайғы жүрді санада тауды тілген, қай туралды шаттықпен төл мереке, шүйіншідеп бала жүр тайды мінген. Келді Наурыз күлімдеп жымың қағып, ақ моншақ қауқардан алқа тағып, жер бетіне ғаламға нұр төгеді, күн сұлуым айнала сәуле шашып. Жапалақта құт болып Наурыз қары, оянды жан жануар жердің нәрі, жан бітіп жер бетінде тіршілікке, жаңа жылды қарсы алды жұрттың бәрі. Наурызда шығады иісі көктем, жаратқаннан жақсылық хабар жеткен, егіншілер қуаныш жыны жүзбен, қолдарына алыпты көк кеттен. Қуаныш бұзау бота қозлағың, ойнақтайды шапқылап ауыл маңын, бүршік жарды тал терек жеміс жидек, Наурызымның келтіріп сұлу сәнін. Қуаныш құшақ-құшақ дестесімен, Наурыз аян сұлулық кестесімен, 18 мың халамға жан бітірген, шал сипайды кемпірдің бөксесінен. Ишнеді жерана жыра жылға, жүгіреді балалар ойға қырға, жетейік аман есен көктемдегі, қуаныш шаттықпенен жаңа жылға. Құтты болсын Наурыз тойы қазағым, түсі көрме көлеңкесі азаның, күлкі ойнасын жүздеріңде әрқашан, қайталанба 32-38 азабың. Енді мынау маған берілген бір уақытта пайдаланып бір куплет жаңа оралған қаһарман ағама мынау жаңа ойыма түсіп кетті. Бірақ соны оқып жіберейін. Баласы Бабағұлдың қаһармансың, жастайыңнан у жігіт аталғансың, жайылып шар тарапқа атақ даңқың, беймекеңнің өзінен баталғансың. Енді Тоғанас Батыр отауының неке қиярын тамашалаңыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خيره حلي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جماعات محترم جماعات. Мына бүгін біздің ортамызда мұсылман ер мен әйелдің некесін қиямыз. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның сүннаты. Малика Темірқызы, сіз Қожа баласы Жорабекке өзіңізді халалдыққа, әйелдікке өзіңізді беремісіз? Иә. Қожа баласы Жорабек, сіз Темірқызы Маликаны өзіңізге әйелдікке, халалдыққа аламысыз? Алам. Енді мұна сіздер куәлар, мына Аллах Тағаланың алдында, мына халқымыздың алдында бүгін Малика Темірқызы мен
Жорабек Тойғожа баласының некесі қиылды деп сіздер куә боламысыздар? Боламыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman keltirgендер, әйелдерге зорлық жасау және оларды мұра ретінде пайдалану, біреуден біреуге ауыстырып тұратын зат ретінде сендерге жараспайды. Егер олар ашықтан ашық вафасыздық жасамаса, оларға төлеген малдың бір бөлігі қайтарып қалайық деп сыныпқа сылтау іздемеңдер. Олармен жақсы тұрыңдар, тіпті оларды жақтырмаған күннің өзінде сабыр сақтаңдар. Өйткені сендердің жақтырмайтын нәрселеріңді Алланың көптеген қайырлы нәтижелері болуы мүмкін. Еркектер әйелдерге билік жүргізеді. Неге десең, Аллах Тағала оларды бір-бірінен артық етіп жаратқан. Және ерлер әйелдер үшін мал-мүліктерін сарп етеді. Жақсы әйел еріне бойұсынады. Ерлері жоқ кезде бір Алланы пана тұтып, өздерінің абыройын сақтайды. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен Алланың алдында болатын істің ең сорақысы, әрі жазалауға лайықтысы ерлі-зайыптылардың ажырасуы. Еркек үшін ең ізгі әйел ерін көп әуреге салмайтын әйел. Анаға, тағы да анаға, содан соң ғана барып әкеге жақсылық жаса. Егер ерлі-зайыптылар бір-бірінен асқан сүйіспеншілікпен қараса, Аллах Тағала да оларға ерекше мейірім төгеді. Әйел еркектің екінші жартысы, яғни әйел күйеуінің өмірін 2 есе жеңілдетеді. Егер әйел үйіне кетіп қалып, күйеуінің рұқсатынсыз қыдырса, ол қашан үйіне оралғанша, немесе күйеуінің кешірімін алғанша Алла Тағаланың қаһарында болады. Малика Темірқызы, сіз өзіңіз шын рұқсатыңызбенен, шын өзіңіздің ықыласыңызбенен Жорабек Тойғожа баласына шын көңіліңізбен барамысыз? Жорабек Тойғожа баласы, сіз Темірқызы Маликаны өзіңізге халалдыққа шын көңіліңізбен өзіңіз қалап аласыз ба? Мұны Малика Темірқызына өзіңіздің ұстақыңыздан мирақы дейді шариғатта. Сол мирақыңыздан өзіңіз қанша сыйлық бергіңіз келеді? Махар дейді. Қанша махар бересіз? Жау жиыр береді. Мінекей куәлар естіңіздер ғой. Peki sunma isteyinizdir ben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل محيي الصلاة ومن ذلك ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah Taala өзіңнің құлдарыңның мына қиған некесін қабыл етіп, ұятбастарына, туған туысқандарына мейірімді қылып, екі жақтың аяулы мейірімді балалар қыла көр. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خيره حوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. Алайық Малика Темірқызы менен Тойғожа баласы Жорабектің некесі осыменен қиылды деп біліңіздер. Бірақ неке куәлігін молда білмейсіз бе?
Mına орталық мешітіміздегі имамымыз Хайрекен мына 2 жастың неке куәлігін тапсырып жатыр. Бұл діни рәсіммен мен енді соның мына нақты екінші рәсімі біздің заңды документімізді тапсыруға рұқсат етіңіздер. Міне 2 жас айналайын, жұптарың жазылмасын, бастарыңнан бақыт кетпесін, үйлерің үнемі күміс күлкіге толсын. Kömüre gel açacağım. Құрметті қалайық, енді ауылымыздың мақтанышы жас әншіміз Ғазиза Мұратованы ортамызға шақырамыз. Ұрпақтар абай болса, тірліктей тазастасын, халқымның сарайласы, толықсан туған айым, наурызым айналайын, өзіңсің арық қатам, қуаныш туланы тойым, өзіңсің арық қатам, қуаныш туланы тойым. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісінен жағалай малдас құрған толықсан туған айым, наурызым айналайын, өзіңсің арыс қатам, қуаныш туланы тойым. Наурызым Ана жүрген жерде бала жүреді, білесіздер. Балаға сабақ үйретудің жаңа түрін мына Қаламбио тауындағы жолдастары тауыпты. Соны тамашалаңыздар. Келе қойыңдар балалар. Кел, отырыңдар. Қоңырау болған далада жүргендерің не? Тез отыр. Ай, қыдыр көп, аяғын жинап отыр. Балалар, қазақ тіл сабағы бұл. Көрермендер, қазақ тіл сабағы өтетін.
Дәптерлеріңді көрсетіңдерші. Сөңкі қоятында жерім болмады ау мына жерде. Дәптерлеріңді көрсетіңдер, кәне үйге берген тапсырмаларыңды, кәне. Мынау не умаж-умаж дәптерлерің қалай? Осында Қыдырбек, сен қызықсың ай. Оңынан неге ұстамайсың? Ана өзіңдей балтабай міне. Онда қаптан. Ей, көрін бұны бір. Жаңа дәптер берем сән. Мына екеуің. 13 теңгеден 26 теңге ғой, ертең әкелесіңдер, деп? Жазауы. Сыртын толтырып, не қылыңдар, бұл қазақ тілі сабағы деп, жаңа сыртын толтырасыңдар, қазақ тілге арналған дәптер деп. Бүгінгі күнді жазасыңдар, өткен сабақпен байланыстырамыз, кәне сабақты. Өткен сабақтың тақырыбын айтшы беш, Балтабай, кәне тұрып орнынан. Немен еді? Тұрып ойта ғой. Иә, айта ғой. Өткен сабақ есімдікке жүретін сан есім, сын есім, зат есімдер бар. Орнына жүретін есім сөздерді есімдік деп атаймыз. Балтабай жақсы дайындалып келген екен өткен сабаққа. Енді бүгінгі сабағымыздың аты балалар базар сабақ. Жаңағы есімдікпен байланыстырып базар сабақты өткен тақырыппен жаңа тақырыпты байланыстырамыз. Мына менің қолымда тұрған балалар немен еді? Ерін бояғыш. Мына не? Бет бояйдың ба? Бет бояйды. Бетін бояйды. Міне осы балалар қолында тұрған нелер бұлар? Заттар. Ендеше бұл қай сөз табымен байланысып тұр есімдікке кәне? Айта ғой. Зат есіммен. Зат есім. Дұрыс айтасыңдар, зат есім. Енді екі ерін бояғышты екеуің алдың дейік. Екі ерін бояғышты екі бала алды дейік. Тағы мына бет бояйтынды біреуге сатармын. Екеуің алдыңдар, екі ерін бояғыш сендерде, біреуі менде. Кәне, бұл қай сөздермен байланысып тұр, Қыдырбек айта ғой? Сан есім. Дұрыс, сан есім. Ендеше бұл есімдігіміз зат есім, сан есім. Енді мына ерін бояғыштың түсі қандай көрсетіп Балтабай, кәне? Қызыл. Қызыл, дұрыс. Енді бұл қай сөздермен байланысып тұр? Сын есім. Дұрыс, сын есім. Сен алдың, мынау ерін бояғыш өте қымбат емес, 35 теңгеден 70 теңге ғой, екеуі. Сосын бар ғой, наурызға бар ғой, балалар, апаңа орамал алмайсыңдар ма? Алсай, апаңа. Күрішке бересіз бабай. Күрішке берем, бидайға да берем. Күрішті бәрін тәшік көзіне өткізіп атырмыз ғой, алсай орамал алағын. Алсай, дымда қылмай, күрішке берем. Әй, алсай енді, тағы кімге сатып жүрем, ал. Күрішке бересіз бабай? Берем. Күріштің келісі анау 30-40 теңгеден мына сыртқа сатқанның өзінде алмай атқан көрінеді. Соған 23 теңгеден әкеле қойыңдар, жарай ма? Қоңырауда болып қалған шығар, балалар. Мына бір екі сағызды, бұны сағыздың ақшасын ертеңнен қалдырмай алып. Тез директор келмей шығып кетіңіз, тез. Шаруашылықтың бүкіл егінші механизаторларының атынан Озат бригадир Бектаев Оңғарайға сөз береді. Отбасыларыңызда береке қуаныш болсын, дендеріңіз сау болсын, еңбекте жемісті болыңыздар.
Kulağıma altın sırğa kelip dağıp vermeyme. Şeye soqqan yüreğimnin dürsülüne sendeyme. Erkelikte kayboy жеткен қарсы болар шіркін-ай. Шынның аты сүйін деген бір сөз айту білмейді. Kayboy жеткен қарсы болар шіркін-ай. Шынның атын сүйін деген бір сөз айту білмейме. Құлағыма алтын сырға келіп сағып бермейме. Жиі соққан жүрегімнің дүрсіліне сенбейме. Еркелікте кайбой жеткен қарсы болар шіркін-ай. Шынның атын сүйін деген бір сөз айту білмейме. жылғы үздік еңбек үшін ауыл чемпионы атанған, атағын жеңіп алған Жәметов Назарбайға сөз береміз. Қалақпен Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Дастарханыңыз аққат болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы денсаулықтың арқасында жылдан жылға Наурыз мерекесінде кездесе берейік. Salam
Ендігі сөзді еліміздің мақтанышы, драматург, ақын, жерлестеріңіз, өз бауырларыңыз, облыстық арнаулы бәйге лауреаты Құмшабай ағаға береміз. Құрметті жерлестерім, туысқандар, бауырлар, мынау бүгін жер бетіндегі жанды жансыз нәрсенің бәрінің басын көтеретін күні, Самарқанның көк тасын еритін шағы. Бүгін енді қандай тілек айтсаң да барлығы ақ тілек, уыз тілек. Сондықтан бәріңіздің отыңыздың басына аманшылық, бақыт, қызықшылық, табыс тілеймін. Өз отбасыма не тілесем, соны сіздерге тілеймін. Осы мына жылдың басындағы тілектің бәрі орындалады деп жатады ғой ата-бабаларымыз. Періштелердің осы жер бетінде бүгін көбірек шығып жүретін күн екен. Қазақтың бір керемет мақалы бар. Адамға сенген мұрттай ұшады, Құдайға сенген құстай ұшады дейді. Бірақ енді мына жаңа жыл екен деп тек қана Құдайға, Алла тағалаға сеніп қана қоймау керек шығар. Адам өзіне де сену керек. Мына биыл ақ көп болу үшін, көп болу үшін, табыс болу үшін маңдайдың терін бес сыпырып еңбек ету керек шығар. Мынау бір туысқандарыңыз елдің басында елдің тізгінін алып жүргеннің орнында бір туысқандарыңыз келіп жатыр. Сондықтан бәріңізге айтар әрі өтініш, әрі тілек. Осы ауылдың бір перзенті себебінде мына топырақтан өсіп өнген мынау қаһарман деген туысқандарыңыз келіп отыр. Мынау туып Алматыдан осы бәріміздің айтатын өздеріңізге өтінішімізде, тілегімізде білек сыбанып еңбек ету керек. Онсыз болмайды, қысталаң уақыт. Сондықтан мына жалғыз адам қанша шапқылағанмен, қанша жүгіргенмен шеше болмайды. Осында елдің басында жүрген азаматтар бар. Мына әр істің жаңағы тетігі қолында тұрған, тізгіні қолында тұрған сол жігіттер мына әкеліп жатқан туысқандарыңызға көмек жасасаңыздар. Мына қара жердің бермейтін дәнемесі жоқ, барлығы қара жерден шығады, қара топырақтан. Сондықтан осы биылғы жыл, 96 жыл, мына біздің қазақ халқының үлкен перзентінің атындағы шаруашылық Темірбек Темкең ағамыздың атындағы шаруашылықтың бір үлкен бір кәдім қанаттан атын көтерілетін жыл болсын деп тілек айтқым келеді. Енді сөздің аяғында мына қасқыр осы ауылға келсек бәрімізге де әкім ау. Бір енді сөз айтты дегесін айтып жатқан ғой. Сөздің аяғында осы ауылға, өзімнің туған ауылыма, туысқандарыма, ағайындарға, ағаларыма, апаларыма, қарындастарыма, інілеріме, мынау тұрған жас жеткіншектерге осы Алланың нұры жауа берсін. Алла тағалам барлығыңыздың да отбасыңызды аман қылғай. Жаңа көрдіңіздер ғой, келіннің бетін ашты. Сол жыл сайын көбейе бергей. Және осындай мына жаңа жылдың тұсында келгей. Жаңа бір көріністі көрдіңіздер ғой, адам енді тұлабой тізгінетін
Mına hürmetli kalay, bizim mına Navruz жаңа жыл мерекесінің resmi жағы аяқталып келе жатыр. Енді жаңа арнаулы комиссия бөлінген, сол комиссияның сараптау қазыларының қорытындысын жасау үшін мына тек үйлердің ғана несі. Қазір осы арадан біз мына екінші бөлімін болады. Ол екінші бөлімін мына көрем деген жолдастар көреді, үлкен мына әділ қазылардың алдынан ұлттық салт дәстүрге байланысты киініп келген ата бізен дайындаған жолдастар өтеді. Одан кейін күрес, арқандар спорт жарыстары өтеді. Енді қазір мына үйлердің жеке отаулардың безендірілуі жөнінде және сол мына жолдастардың салт дәстүрге байланысты қонақты қабылдап шығарып салу жөнінде сөздің кезегін мынау совхоз кәсіподақ комитетінің төрағасы Қанатбаев жолдасқа береміз. Құрметті қалайықна, бүкіл ауыл болып, бүкіл еліміз болып, бүгін Наурыз мейрамына жиналып жатырмыз ғой, оны тойлап жатырмыз, жақсылап оған сіздер куәсіздер. Міне енді осыған ауылымыздың мекемелері, жекелеген адамдар, сонымен бірге өндіріс жетекшілері барлығы ұйымдастырылып дайындалған. Соған байланысты орын береміз. Қазір осы мерекеге байланысты 6 үй тігілген. Осы 6 үйдің ішінде қазір бірінші орынды мына Қаламби деген атамыздың отауына бергіміз келіп отыр. Қаламби атын. Жетекшілері, ұйымдастырушылары мектеп директоры Тоғызбай Марсовпен 5-ші бригадының Бектаев Оңғар. Берілетін бәйгінің сыйлығы 1,5 мың теңге. Қазір келіп ала бергілеріңізге болады, ала беріңіздер. Розаға беріңіз. Оңғар мектеп Тоғызбай Марсов келіңіздер. Екінші орын Сәдірби отауына беріледі. Сәдірби отауына. Оның ұйымдастырушылары Тәукеева, Миуа мен Дөңбаев Қойтбай келіңіздер. Бәйгесі 1000 теңге. Үшінші орын Баймахан Қажы отауына беріледі. Үшінші орын. Оның ұйымдастырушысы Ысқақ Келдібек деген өндіріс жетекшісі бригадир. Бәйгесі 500 теңге. Енді барлығы да жақсы ұйымдастырылған. Сонымен қатар осы 3 орынды берілген еді. Енді жігіттер сарапшылардың қатысуының шешімімен осы ынталандыру сыйлығын тағы белгілеп отырмыз. Ол ынталандыру сыйлығы Тоғанас Батыр отауына беріледі. Тоғанас Батыр отауына 300 теңге. Ұйымдастырушылар Төлеген Төребек, Байниязов Ғалым, Маштаев Айтбай. Келіңіздер. Ендігі жерде қалған мекемелерге оны енді алда уақытта жақсы ұйымдастырады деген сенімдеміз. Мереке болса берсін жолдастар. Dostардың қайда базары, тарқаған түсіп ажары, жаралы жүрек жандардай, төмен кеткен жүз назары, тоқтардай түскен ағала, жаманы жалғыз шағала, қоштасса қайран арамен, қайғылы мұңды жағада. Майқалан сағады, тоналмай ұшып барады, мөлдіреп құстар жанары аралап. Ең алғаш сүйген көрінен, бақуды тегін төгілген, толмайды нұрды өмірен аралап. Жыл сайын көктем жетеді, іздеп қостым мерекені, ұясы салған аққулар, тоналмай ұшып өтеді, айдында шалқар аралап, балалық шағым жанарым, айдында жүрген қосыген,
Uçsam ketip baramın Baykanat kağadı Konalmay uçup baradım Gözlerim kızlar janarım Ol bizde değil. Yok, bunlar asıp koyacaklar. Bölmeyim diye asıp koyacaklar. Şişke sol bir işim oturasınlar mı? Жүрмеге. Нұрет тұрмыш. Қайда? Бірінші орын осы қалам атамыздың жаңағы әруақ жар болса бірінші орын алды. Сіздерге де рахмет. Сіздердің аталарының арқасында бірінші орын аласыз. Ерназар қайрам деп жүрші. Buyurun koyun hadi şuna sağ olun. Neyse. Тау кесерінде не қамшы жастағамыз анау ішіктері Ана жақта жаңағы жеті қазынаға жаңағы бір батырды киіндіріп сыртқа қойғанбыз. Содан бастап сосын жаңағы жеті қазынаның бірі деп тазыны қойдық мына жерде ит аяғымен. Сосын жаңағы келі сабын қойдық. Саптама етігін қамшының 4 түрін ба 5 түрін ба қойдық. Ішіктің де анау 5-6 түрі бар. Сосын тағамның түрі бар. Сосын енді бұлай естідейшіні болды ау деймін. Соған қараған шығар. Әйтпесе оларда да осындай заттар жетіп көрді барлық жерде. Ұқыпты кісілердің сақтағаны ғой енді өзіміз жүрушілер бәрі ертеден анау жыл басы тышқа деп ана қолда жасап Мынадан бастадық өзі. жақсы көріп Қолда жатыр жасап жыл басы тышқанға мынадан бастадық. Тышқанды салып, ана түйе бойына сеніп құр қалды деп түйе бойына сеніп құр қалды деген сол не бойынша ғой қолдан балдардың жасағаны ғой ана қалған шүберектің түтіп кілеммен жабыстырып Сосы жаңағы негізі сол сіздердің аталықтарыңызға арналған үй тұғын. Бірақ жаңағы жерде отырған комиссиялардың барлығы жаңағы Кембетай ақсақалмен бастап келеміз депті да. Сосын ана жақтағы кісілерімізге де сәл ыңғайсыздау болып қалып тұр енді. Ол кісілерге отырғызғанмен ана кісілерге қазір сөзге түсінетін ағай бірден кетіп бара жатыр. Ойбай аға сіз отыра беріңіз, сізден үлкені жоқ шығар осы. Сонан сол кісілерден жайғасқаннан кейін отырғыза береміз ғой. Alo, жақта орын бар. Жаңағы Сүмекен қайда? Міне қайда. Қатмасқа келді. Аяқ шеше. Аяқ шеше. Аяқың шешейін. Иә, Шешімді аяқ. аяғын шешейін тәрбие шар. итеріп жіберсе де жабысайық апамна отыр мына жерге иә отырыңдар әке ол тезгесе бергел ей отыр екі жағында бар қимай тұр Ey, madem Неменеге керек болып жатыр ма? Өздеріңіз
Oturasın mı? Yok. Orası bozasın sırrı verin. Bak. Al. Ben samanı kimayı biliyorum. O samanı hani alıp verelim. Bir kesmesin bunun da alırım ben. Yok oturabilirsin. Ana. Sınır kesin. Ağustos yüzü mü? Ya. Ağustos yüzü mü? Elime. Bakalım. Ağustos yüzü mü? Ağustos yüzü mü? Ağustos yüzü mü? Ormanda bunlar buradan üşkün durmasana. Üşkün durmasana. Benim kesim. Burada şükür. Tabaklı soksulun bir getirtmemiz lazım. Hazır şey yapmasın. Rastlarınız kalırsa stol koyun. Sizlerin kaydı olsun da jirgi dayınlar. Tamam olursa anlayalım buradan da salsın. Sen zıldı elimizi işliyor. Rahmet. Baba. Oy be, ulan o kimgiye zeyil sanmaya kadar. Al. Ama siz şaşamıyorsunuz maskara. Yine. Ben o kimgiye zeyil tanımay maskara olsun gerek. Al tutulsun bardağı. O olsun şimdi ya. Yerimden al. Тыңдаңыздар, қалайық тыңдаңыздар, наурыз тойын бастаған мына біздер. Ұлыстың ұлы күні той бастадық, той болса томсырайып тұрмаңыздар. Ал тәнекей қалайық, ортамызды ашайық, ән би күйді төгілтіп, тойға шашу шашайық. Шашуын шашпен әт папай, конечно. Той бәрі келді, ана кісілерге шашаңа, лавыштың шешесі келатыр ана. Assalamu aleyküm. Assalamu Yemeğe. Al yemeğe. Bana bağırlarınız olsa ağlımızın, yerimizin, ülküğünü, kimikin, dastarkandan denk katımız da keliptir. Yok kim? Karaka kim? Bir kare götürürüz buraya hemen. Ne oldu ne var? Bak, ana omuz. Kalan bizim otağımızı sosun özleri erken. Boz birinci orada aldı. O körüstü, ana çok körüstü olsun size. O yana septiler, sosun balmondan olsun size. Oturun. Hadi oturun. Buraya yana.